Сәлем достар, видео басталмас бұрын мен сіздерге KeoKZ деген өзімнің туған каналын ұсынғым келеді. Бұл жерде сіздер футболға қызықсаңыздар, көптеген қызықты видеолар болашақта көретін боласыздар. Достар, мен інімнің каналым болғандықтан, кішкене өзімнің де подписчигім көп болмағандықтан, бірақ інім болғаннан кейін ұсынып тұрмын. Және достар, оған каналына тіркеліп, лайк басып, ол жігітті қолдап кетейік. Сәлем достар, мен сіздерді білдім. Сіздер FIFA 14-ті қатты күтіп қалған екенсіздер, және бүгін мен сіздерді көп күттірмей осы керемет бір ойынды, аңыз ойынды шығарайын деп шештім. Достар, бұл FIFA 14. Достар, әлі бізде жаз бітпегендіктен сіздер өздеріңіздің осы біздің командада кімді составтан көргілеріңіз келетіндігін жазып кетіңіздер. Қандай группы составта көргілеріңіз келетін. Достар, мен тамағым кішкене ауырып тұр, білмеймін, қатты мұздай суды өлтіріп іштім кеше, содан тамағым кішкене ауырып тұр. Достар, біз 2 матч симулировать етіп, 1 матчты ойнаймыз, ал симулировать еткенде мен сіздерге көрсетпеймін, өткізерім. Достар, мені симуляция аяқталды. Енді біз тағы бір матчты симуляция жасаймыз. Жалпы басы негізі ондай күшті бастан жатқан жоқ. Леванте бізден әлсіз, біз оны ұтуымыз керекпіз. Енді Малагамен ойын бар. Өткен жердік достар. Енді жалпы статистиканы көрдік. Достар, енді біз кіммен ойнайды деген біз көрейік. Вау, достар, Атлетико өте қорқынышты команда, достар, прям, ё-майо, достар, өте қорқынышты команда ол. Достар, енді біз оны енді бойынан жақ ұтуға тырысамыз, өйткені Атлетика өте қиын команда жалпы. Атлетиканың атағын өздеріңізде білетін шығарсыздар. Өте мықты команда дегендей. Енді бұл кубок екен, лига емес достар. Өкінішке орай біз бұл сезонда Лига Чемпионовта ойнамайды. Барселона жоқ үшін өмірдеміз осы сезонда. Өйткені бірінші сезонда Лига Чемпионов деген болмайды екен. Өкініштісі сол достар. Ал екінші сезонда егер біз чемпион болсақ, біз Чемпиондар Лигасын ойнайтын боламыз. Және достар, бірақ бұда көрсетпейді, кубок алғанын ондайларын көрсетпейді. Екі турда не бар екен, оларда ең мықтысы Митюан және Копенгаген. Митюан ол қайрат сияқты, ал Копенгаген біздің Астана. Мен
Асуэн Ринаны уақыты келгенде көре жатармыз, достар. Тақыр басты место. Бірақ қазір Колбе деген команданың жейдесін қорғайды. Достар, қазір мне повезет деп төбесінде жазып тұратын бір нәрсе шығып жатса, оған ренжімеңіздер. Мен соткамның сөйтіп кішкене қуатыны бар. Сондықтан ол жағын түсінеді деп ойлаймын. Достар, басында көргендеріңізде реклама болды, бірақ достар, неғып аз подписчик болса да видеоға реклама жасап жатыр, қуама дейтін шығарсыздар. Достар, оған түсіністікпен қараңыздар. О, досым, ой, інім болғаннан кейін менен жалынып сұрап жатыр. Сен подписчиктерің көп қой, реклама жасашы деп менен жалынып сұрады. Інім болғаннан кейін мен солай істедім. Достар, енді мен ертең қарағанда неше подписчик екенін бірге көретін боламыз. Педро, Жорди Альба, достар, сосын видео кішкене қатып жатса ренжімеңіздер. Өз видеоролик дұрыс түсірілмей қалған сияқты. Керемет мүмкіндікті сала алмай қалды бұл жерде. Кім? Жорди Альба екен. Бұл жерде өте керемет мүмкіндікті сала алмай қалған. Енді Куртуа шығар. Куртуа. Қателеспесем. Достар, сіздер өзің Криштиану Роналдудың Ювентусқа келген сіздерге ұнады ма? Сол жайлы жазып кетіңіздер. Маған мысалы ұнаған жоқ. Өйткені енді Реал мен Барселонаның эпохасы бітті деген сөз. Достар, мені тағы қуып жатыр, мне повезет деп. Достар, кішкене кешіріңіздер. Осындай сөйтіп соткамның қуатыны бар. Достар, сіздердің керемет поддержкаларыңызға рахмет. Мен 20 подписчикті 1-2 күнде жинаймын деп ойламаппын, бірақ солай болды. Месси, ол не тындырава деген, арқасына тиіп Альдеврейлдқа кетті доп. Достар, кешіріңіздер. Бірақ видеоролик білмеймін, қатып түсірілген ба. Мен негізі үйтіп қатып түсірмедім, бірақ білмеймін. Сөйтіп кетіп жатыр видео. Достар, жалпы сезон бізге өте біз үшін, Барселона үшін нашар басталды. Алайда бұл қателіктерді кейін түзеймін деп ойлаймын жалпы. Түзейміз ғой. Міне, сіздерге керемет трансферлерді ұсынып отыр. Өздеріңіз көріп оқып алыңыздар. Біз бұндай загрузить етпейміз. Достар, сіздермен болған қарапайым қазақ каналы лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сонымен амандықта қош, сау болыңыздар.